Сәлем достар, бүгін 4-ші сыныптың математика сабағы 134-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы теңдеулер. Бүгінгі сабақта күрделі теңдеулерді шешуді үйренетін боламыз. Бірінші тапсырмаға қарайық, есепті шығар. Оқушылар үйінде жас ғарышкерлер үйірмесі ашылды. Әр қайсысынан 2 данадан 2 түрлі телескоп сатып алынды. Телескоптың бір түрінің бағасы 78.900 теңге. Егер барлық саудаға 371.800 теңге төленген болса, онда телескоптың екінші түрі қанша теңге тұрады дейді. Яғни міне 2 түрлі телескоп сатып алған. 2 данадан сатып алыпты әрқайсысы, иә міне. Мынау бірінші түрі, мынау екінші. Мына екеуіне осы 4 телескоптың барлығына 37.800 теңге төленіп тұр. Мына жердегі екінші телескопты табуымыз керек. Ол үшін әуелі мына жердегі телескоптың бірінші түрі 78.900 деді ғой, иә? Сол 2 данаға қанша теңге төленгенін табамыз. Ол үшін 78.900-ді 2-ге көбейтеміз. Бұнда 157.800 теңге шығады. Енді мына телескопқа 2 телескопқа қанша теңге төленгенін тауып аламыз. Екінші түрі. Ол үшін барлық төленген ақшадан 157.800 теңгені алып тастаймыз. Яғни 371.800-ден 157.800-ді алып тастаймыз. Бұнда 214.000 теңге тұрады. Бұнда мына 2 телескопқа 214.000 теңге төленген екен. Енді мына біреу қанша екен табу үшін оны 2-ге бөлеміз. 214.000-ді 2-ге бөлеміз, сонда 10.700 теңге екен. Жауабы екінші түрі 10.700 теңге тұрады. Ары қарай екінші тапсырманы қарайық. Теңдеулер құр, оларды шеш. Есеп берілген, есеп бойынша теңдеу құрамыз. Мысалы, айна бір сан ойлады дейді. Оны 16 есе кемітті. Шыққан санды 15.473-ке арттырып, 57.857 санын алды. Айна қандай сан ойлады? Айнаның ойлаған санын x деп аламыз. Айна міне бір сан ойлады, оны 16 есе кемітті. Яғни x-ке бөлеміз, 16-ға бөлеміз, және шыққан санды 15.473-ке арттырды дейді. Яғни оған қосамыз 15.473 теңгені. Және нәтижесінде 27.857 алынды дейді. Сонда бізде x пен 16-ның бөлінісіне қосамыз 15.473-ті тең 27.857 деген теңдеу құрастырылады. Енді осы мынау күрделі теңдеу. Осы күрделі теңдеуді ары қарай ықшамдап жай теңдеуге айналдырып шығарамыз. Ол үшін бірінші мына жерде x бөлінген 16-ны жақшаның бірінші жағына шығарып жібереміз. X бөлінген 16 тең. Енді қосу 15.473-ті жақшаның екінші жағына шығарамыз. Жақшаның екінші жағына шыққанда қосу амалы азайту амалына өзгереді. Яғни 27.857 азайту 15.473 болады. Енді екеуін ықшамдаймыз ары қарай. X пен 16-ның бөліндісі 12.384-ке тең. X-ті табу үшін 12.384-ті 16-ға бөлеміз. X 198.140 тең. Яғни айна ойлаған сан 198.140 тең. Ары қарай теңдеуді орнына қойып тексереді. Енді әсін қарайық. Болат ойлаған санын 1000 есе арттырды. Яғни ойлаған сан x 1000 есе арттырды. Көбейтілген 1000 болады. Нәтижесінде, яғни теңдік таңбасын қоямыз, тең болады. 25.000 мен 750.000 сандарының қосындысына тең сан шықты. Тең 25.000 қосылған 750. Енді бұл да күрделі теңдеу, оны ары қарай ықшамдап шығарамыз. X пен 1000-ның көбейтіндісі 770.000 теңге. 775.000 қайдан шықты? Ол мына 2 санның қосындысы. X-ті табу үшін 775.000-нан 1000-ға 1000-ды бөлеміз. X 775-ге тең. Сонда болат ойлаған сан 775. Ары қарай B-ны қарайық. Арман ойлаған санын 16 есе кемітіп, ойлаған сан x деп аламыз. Яғни оны 16 есе кеміту деген бөлінген 16. Нәтижесінде 18.000 мен 15.642 сандарының айырмасына тең санды алды.
x бөлінген 16 тең 18.000 алынған 15.642 деген көмек шықты. Теңдеу шықты. Бұл да күрделі теңдеу, оны ықшамдаймыз. Ол үшін мынаны орындап жазамыз. X пен 16-ның бөлінісі тең 2358-ге. X-ті табу үшін 2358-ді көбейтеміз 16-ға. X 37728-ге тең. Сонда Арманның ойлаған саны, Арманның ойлаған саны 37728-ге тең. Ары қарай үшінші тапсырма. Күрделі теңдеулердің шешу тәсілін түсіндірді. Мына жерде мысал берілген, соған қараймыз. Мысалы, 5 пен y-дің көбейтіндісінен азайтамыз 10-ды тең 15. Бұл күрделі теңдеу. Бұл күрделі теңдеудің шешу тәсіліне қарай қалай шешеміз? Міне 5 көбейтілген y, 5 пен y-дің көбейтіндісін жақшаның бір жағына шығарып, мына жерде азайту 10-ды жақшаның екінші жағына шығару керекпіз. Ол үшін азайту амалы, қосу амалы болып екінші жағына шығады. Яғни 5 көбейтілген y тең 15 қосу 10 болады. Ары қарай ықшамдаймыз. 15 пен 10-ның қосындысы 25-ге тең. 5 көбейтілген y тең 25. Y табу үшін 25-ті 5-ке бөлеміз. Y 5-ге тең. Ары қарай 12 қосылған x қосылған 34 тең 83. Яғни бұл жерде қосылғыш беріліп тұр. Және белгісіз қосылғыш. Белгісіз қосылғыш ол x пен 34-дің қосындысы. X пен 34-дің қосындысы жақшаның бір жағына шығады. Міне, жақшаның бір жағына шығады. Ал мына жердегі 12 қосуды жақшаның екінші жағына мына жаққа қарай шығар жіберуіміз керек. Ол шыққан кезде екінші жағына ол қосу амалы азайту амалына өзгереді. Яғни 83 азайтылған 12 болады. Ары қарай осыны ықшамдап теңдеуді орындаймыз. 34 пен x-дің қосындысы 71. X-ті табу үшін 71-ден 34-ті азайтамыз. X 37. Енді келесіні қарайық. 63 бөлу 15 пен x-дің айырмасы тең 7. Бұл жерде де дәл солай. 15 қосыл азайтылған x-ті теңдеудің бірінші жағына шығар жібереміз. 15 азайтылған x. Енді мына жерді мұқият қараймыз. Бұл 63 бөлінген келесі жағына осы бөлу болып шыға береді. 3 бөлінген 7 болып шығады. 15 пен x-дің айырмасы тең 9-ға. X-ті табу үшін 15-тен 9-ды азайтамыз. X 6-ға. Енді келесін қарайық. 4 көбейтілген x пен 5-дің айырмасы. X пен 5-дің айырмасы тең 20. Бұнда да x пен 5-дің айырмасын жақшаның бір жағына қалдырамыз. Енді 4 көбейтуді жақшаның екінші жағына шығады. Ал бұл жағдайда көбейту бөлу болып екінші жағына шығады. Мына жерде 4-ті аяққа шығарған. Ол 28 бөлінген 4 болып береді. X пен 5-дің айырмасы 7-ге тең. X 12-ге тең. Осылай күрделі теңдеуді осындай тәсілдермен шешу. Ары қарай 4-ші тапсырманы қарайық. Теңдеулер беріліп тұр. Күрделі теңдеу. Осы теңдеулерді шешеміз. Бірінші 134.545 пен x-дің айырмасын қосамыз 23-ге тең 98-ге. 134.545 азайтылған x теңдеудің бірінші жағында қалады. Теңдіктің бірінші жағында қалады. Ал мына жердегі қосу 23-ті тең бұлардың екінші жағына шығар жібереміз. Яғни қосу амалы бұл жерде азайту болып өзгереді. Сонда 98 азайту 23 болады. 98 бен 23-дің айырмасы 75-ге тең. Ары қарай x-ті табамыз. X-ті табу үшін 134.545-тен 75-ті аламыз. Сонда x 134.470-ге тең. Келесі x пен 52-ның қосындысын бұл 7-ге тең 700. X пен 52-ның қосындысы тең 700 бөлінген 7. X пен 52-ның қосындысы 4900. X-ті табу үшін 4950 азайтамыз. X 4848-ге тең. Орнына қойып тексереміз. 4848-ге қосамыз 52-ні бөлеміз 7. Тең 700.
Енді ары қарай келесін қарайық. 2002 мен 2002-ге қосамыз x пен 5-тің көбейтіндісін тең 46022. Бұл жерде x пен 5-тің көбейтіндісін бір жаққа қалдырамыз. Теңдеудің екінші жағына 2002-ні шығады. 2002 қосу болып тұр. Мына жерде бұл екінші жағына шыққанда азайту шығады. Яғни 40022 азайту 2002. X пен 5-тің көбейтіндісі 44020-ға шығады. X-ті табу үшін 44020-ны 5-ке бөлеміз. X 8804-ге тең. Енді теңдеуді орнына қойып тексереміз. Енді ең соңғысын қарайық. 34000 мен X 34000-ге қосамыз. X пен 1000-ның көбейтіндісін. Ол 76000-ға тең. Өрнекте ықшамдаймыз. X пен 1000-ның көбейтіндісі тең 76000 азайтылған 34000. X пен 1000-ның көбейтіндісі тең 40000-ға. X-ті табу үшін 42000-ды бөлеміз 1000-ға. X 42-ге тең. Орнына қойып тексереміз. Ары қарай 5-ші тапсырманы қарайық. Онда да теңдеулер беріліп тұр. Яғни күрделі теңдеу беріліп. Қараймыз. X қосылған 340, X пен 340-ның қосындысынан азайтамыз 152-ні тең 214. Теңдеуді, бұл күрделі теңдеу, оны ықшамдаймыз. X пен 340-ның қосындысы тең 214 пен 152-ның қосындысына. Яғни мына жердегі азайту 152 теңдіктің екінші жағына қосу амалы болып шығады. Сонда 214 қосу 152 болады. X пен 340-ның қосындысы 366-ға тең. X-ті табу үшін 366-дан 340-ды азайтамыз. X 26-ға тең. Келесі 800 бөлінген Y азайту 300 тең 500-ге. Бұл жерде де азайту 300-ді теңдіктің екінші жағына шығарамыз. Ол кезде қосу болып 800 бен Y-дің бөліндісі тең 500 бен 300-дің қосындысына. 800 бөлінген Y тең 800-ге. Y-ді табу үшін 800-ді 800-ге бөлеміз. Y 1-ге тең. Келесі 500-ге қосамыз. X пен 140-ның қосындысын тең 2056. X пен 140-ның қосындысын бір жағына қалдырамыз, қалған теңдіктің екінші жағына шығады. X пен 140-ның қосындысы тең 2056 азайтылған 500. Міне, бұл 500 қосу мына жаққа азайту 500 болып шығады. Міне мына жерде азайту 500. X пен 140-ның қосындысы тең 1556-ға. X-ті табу үшін 1556-дан 140-ды азайтамыз. X 1416-ға тең. Енді ең соңғысын қарайық. А мен 200-дің қосындысын бөлеміз 400-ге тең 2. Мына жерде А мен 200-дің қосындысы бір жақта қалады. Бөлу амалы екінші жағында көбейту болып шығады. Яғни А мен 200-дің қосындысы тең 400 көбейтілген 2. А мен 200-дің қосындысы 800-ге тең. А тең болады 800 алынған 200. А 600-ге тең. 6-ші тапсырманы қарайық. Калькулятордың көмегімен есепке және тексер. Біріншісін қарайық. 456 миллион 789.876-дан азайтамыз 8 миллион 765.456-ны. Сонда 448 миллион 24.420 шығады. Келесі 987 миллион 900.576-дан азайтамыз 1 миллион 765.434-ті. Сонда 986 миллион 135.142 шығады. Енді келесін қарайық. 17 миллион 600.065-тен азайтамыз 7 миллион 685.940-ті. 9 миллион 914.125 шығады. Енді келесін қарайық. 236.090-ға қосамыз 78 миллион 765.432-ні. Сонда 79 миллион 1522 шығады. Келесі 56 миллион 98.879-ға қосамыз 656.876-ні. 56 миллион 755.755 шығады. 675 миллион 678-ға қосамыз 5 миллион 463.756-ны. Сонда 681 миллион
141.756 шығады. Келесі 7-ші тапсырмаға қарайық. Сызба бойынша есеп құрастыр, оны теңдеу құрып шығар дейді. Мысалы, 2 мотоциклшы ауылдан қалаға қарай жолға шықты. Біреуі 45 км сағат, екіншісі 30 км сағат жылдамдықпен 60 км жүріп өтті. Олар қанша уақытта кездесті? Яғни кездесу жылдамдығын табуымыз керек. Берілген жазамыз: В1 45 км сағат, В2 30 км сағат, кездесу жылдамдығы белгісіз, ара қашықтық 60 км. Оны есепті теңдеу құрып арқылы шығаруымыз керек. Ара қашықтықтың формуласын есімізге түсіреміз. S-ті табу үшін V1 мен V2-ның айырмасына көбейтеміз Т-ны. Енді осыны орнына қоямыз, онда бізде теңдеу шығады. Яғни 45 км сағаттан азайтамыз 30 км сағатты, көбейтеміз X-ті. X ол бізде Т, кездесу жылдамдығы белгісіз. Тең болады 60 км. 45 км сағат азайтылған 30 км сағат тең 60 км бөлінген X. Енді 60 км бөлінген X тең 15 км сағат. 15 км сағат қайдан шықты? Ол мына 45 пен 30-дың айырмасы. 60-қа 15-ті бөлгенде 4 шығады. Сонда жауабы мотоциклшы 4 сағатта қуып жетеді екен. Арқара 8-ші тапсырманы қарайық. Салыстыр дейді. 158 көбейтілген А және 158 көбейтілген А қосу 1. Бұл жерде теңдіктің екінші жағы артық болады. Яғни 158 көбейтілген А қосу 1 артық. Келесін қарайық. 128 көбейтілген 5 және 128 көбейтілген 4 қосу 128. Бұл жерде екеуі бір-біріне тең болады. Өйткені 128 көбейтілген 4-ке тағы да оған 128-ді қоссақ, екеуі бір-біріне тең. Келесі 471-ге көбейтеміз 9-ды. Яғни 471-ге көбейтеміз 10-ды, оған тағы 471-ді қосамыз. Яғни бұл жерде теңдіктің екінші жағы артық болады. Келесі 582.002-ні бөлеміз 2-ге. Және 58.202-ні, мына жерде 58.202-ні бөлеміз 2-ге дейді. Яғни бұл жерде теңдіктің бірінші жағы артық. Келесі 5-ті көбейтеміз 20-ға, 5-ті 20-ға көбейтсек шығады. 99-дан 1-ді алсақ 98 шығады. Яғни теңдік 5 көбейтілген 20 артық деген сөз. Келесі 589-ды қосамыз 4 пен 0-дің көбейтіндісіне. Және 589-ды көбейтеміз 0-ге, қосамыз 4-ті. Бұл жерде қарайық, 4-ке 0-ды көбейтсек 0 шығады. 0-ды 589-ға қоссақ 589-дің өзі шығады. Ал мына жерде 589-ды 0-ге көбейтсек 0 шығады. Оған 4-ті қоссақ 4 шығады. Сонда бұл жерде біріншісі артық. Келесі 800 мыңнан азайтамыз 1-ді. 800 мыңнан азайтамыз 1-ді және 799.999-ға қосамыз 1-ді. 799.999-1-ді қосқанда 800 мың шығады. Ал 800 мыңнан 1-ді алсақ 799.999 шығады. Сонда бұл жерде екіншісі артық. Келесі 125.004 бөлінген 3 және 1.250.040 бөлінген 30. Бұл жерде 30-ға бөлген кезде 0-дері қысқарып кетеді. Сонда 0-дері қысқарған кезде мына жерде 125.004 шығады. Сонда да 125.004. Сонда екеуі бір тең деген. Ары қарай 9-ші тапсырма. Сызба бойынша өрнек құр және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле. Амалдар ретімен жазатын болсақ, бұл жерде мынадай өрнек шығады. 27.150 бөлінген 3 бөлінген 50 қосылған 2400 көбейтілген 4 азайтылған 32.500 бөлінген 5 бөлінген 2. Бірінші 27.150-ді 3-ке бөлеміз, 9.050 шығады. Одан кейін 9.050-ді 50-ге бөлеміз, 181 шығады. Одан кейін 2400-ді көбейтеміз 4-ге, 9600 шығады.
Одан кейін төртінші 32.500-ді 5-ке бөлеміз, 6.500 шығады. Одан кейін бесінші осы 6.500-ді 2-ке бөлеміз, 3.250 шығады. Алтыншы 181, яғни мына екінші жақшадан шықты ғой мына жерде. Міне мына жерде 181 шықты. 181. Соған 9600-ді қосамыз. 9600 мына жерде 9600 шықты. Екеуін бір-біріне қосамыз. Сонда 9781. Одан кейін осы 9781-ден мына жерде шыққанды азайтамыз. Яғни 3250-ді азайтамыз. Сонда 6531 шығады. Ары қарай 10-шы тапсырманы қарайық. Таразының бір табақшасына 5 бірдей шар және 3 бірдей текше салынған. Екінші табақшасында осындай 4 шар мен дәл сондай 4 текше бар. Таразы теңесіп тұр. Қайсы жеңіл, шар ма және текше ме дейді. Мына жерде қарайық. Мына жерде шардың 1, 2, 3, 4, 5 шар тұр. Мына жерде 1, 2, 3, 4 шар. 4 шар мен 4 шар екеуі тең дейік. Одан кейін мына жерде 1, 2, 3 текше тұр. Мына жерде 1, 2, 3, 4 текше. Яғни бұл жерде шар мен текше екеуі тең. Екеуі тең. Ары қарай 11-ші тапсырманы қарайық. Сол жақ бөлігіндегі амалдардың орындалу ретін белгіле, теңдеулерді шеш дейді. Ал теңдеуді шешейік. 390-ға қосамыз 4900 бен К-ның бөліндісі тең 460-қа. Бұл күрделі теңдеу, оны жай теңдеуге ықшамдап жай теңдеуге айналдырып шығарамыз. Яғни мына жерде 4900 бөлінген К жақшаның бірінші жағына шығады. 390 қосу мына жаққа екінші жағына азайту амалы болып шығады. Яғни 460 азайтылған 390 болады. Енді теңдеуді ары қарай шығады. 460-тан 390 азайтсақ 70. Енді бізде сонда 4900 бөлінген К тең болады 70 деген жай теңдеу. Оны шешеміз. К-ны табу үшін 4900-ді бөлеміз 70-ке. К 70-ке тең. Орнына қойып тексереміз. 460, 460-қа. Келесі 230 бен А-ның көбейтіндісі қосамын 40-ты. Тең 10.000 бөлінген 20. 10.000-ға 20-ны бөлсек 500 шығады. Ары қарай өрнекті ары қарай тағы да ақшамыз. 230 бөлінген А теңдіктің бірінші жағында қалады. Мына жердегі қосу 40, теңдіктің екінші жағына азайту. Сонда 230 көбейтілген А тең болады 500 азайтылған 40 деген өрнек шығады. 230 бөлінген А тең 460-қа. А-ны табу үшін 460-ты 230-ға бөлеміз. А 2-де тең. Орнына қойып тексереміз. 500-500-ге деген теңдік шығады. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.